Сәлем достар, бүгін мен сіздермен дәмі тіл үйіретін, жұп-жұмсақ ауызда еритін балды торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл торттың бір ерекшелігі, жасалу жолы өте оңай, ешқандай оқтауды қажет етпейді және небәрі 2 жұмыртқамен ғана жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: сары май, жұмыртқа, ас содасы, бал, қант және ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға сары майды, қантты және балды салып аламыз. Енді оны баяу отта ерігенше ұстаймыз. Жабысып қалмас үшін осылай арасында былғап тұрған дұрыс. Мінекей біздің массамыз еріді. Осы кезде ас содасын қосамыз да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бал мен ас содасы реакцияға түсіп, осылай массамыз көпіршиді. Бірақ ол кейіннен басылады. Енді осылай бізге керек түске дейін былғап тұрамыз. Өте көп ұстамаңыздар, себебі өзі масса тұрып қоңыр түске енеді. Енді дайын болған массамызды бөлек ыдысқа құйып алып, сәл суытатын боламыз. Және дайын болған массамызға жұмыртқамызды бір-бірден салып, венчиктің көмегімен өте тез араластырамыз. Себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Содан соң массамызға ұнымызды 2-ге немесе 3 бөлікке бөліп саламыз және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Бұл жерде мен ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойғанмын. Мінекей бізде осындай карамельді түсті қою консистенция шығады. Бізде барлығы 4 корж шығады. Және әр коржға 3 ас қасықтан қамырымызды саламыз. Қамырымызды алдын ала дайындалған пергамент қағазынан, не болмаса мен секілді тефлоновый коврикке құйсаңыздар болады. Дөңгелек шені формочканың көмегімен сызып алсаңыздар, не болмаса ізін қалдырсаңыздар болады. Енді қамырымызды шпательдің, не болмаса лопатканың көмегімен дөңгелектеп жағып шығатын боламыз. Бұндағы менің тортымның көлемі 24 диаметр. Сіздер 22 немесе 24 диаметрде жасайтын болсаңыздар, 4 корж шығады. Осы уақытта пешіңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Біздің корждар өте тез піседі. Әрқайсысы шамамен 8-10 минут аралығында піседі. Мінекей біз барлық корждарды жағып шықтық. Дайын болған корждарды бір-бірден пешке сала берсеңіздер болады. Біздің корждарымыз дайын. Бізде осындай жұп-жұмсақ корж шығады. Енді тортымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге дүкеннің 20% қаймағы және сгущенка қажет. Не болмаса сахарный пудра қоссаңыздар да болады. Сонда креміңіз қою болады. Енді тортымызды жинаймыз. Осылай әрқайсы коржға 2-3 ас қасықтан жеткізіп кремімізді салып аламыз. Мен үйде бар қаймақпен жасай салдым. Менде қаймақ сәл аздау болып қалды, бірақ ештеңе етпейді. Осы жолы мен кремге қаймақты пайдаландым. Немесе үй жағдайында заварной крем жасасаңыздар да болады. Ол да өте жақсы сіңеді. Алдағы уақытта мен сіздермен заварной кремнің жасалу жолымен де бөлісетін боламын. Басында сұйық қамырдан 1-2 ас қасық алып қалған болатынмын, соны пісіріп, осылай үгітіп алдым. Бұл бізге торттың бетіне әсемдік үшін қажет. Үгітінді мен осылай тортты толығымен жапсаңыздар да болады. Мен жан-жағын және ортасын ашық қалдырдым. Мінекей біздің тортымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Тортымыз өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Сіздерге ұнады деген үміттемін.
Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.